Абай Құнанбаев, 4-ші қара сөз. Әрбір байқаған адам білсе керек, күлкі өзі бір мастық екенін, әрбір мас кісіден ғафил көп өтетұғынын да, әрбір мастың сөйлеген кезінде бас ауырта тұғынын. Бұлай болғанда күлкіге салынған кісі не шаруадан, не ақылдан, не бір ұят келерлік істен құр қалып, ғафил көп өткізіп отырса керек. Осындай ғафилді көп өткізіп, онысын елемеген кісінің не дүниеде, не ахиретте басы бір ауырмай қалмаса керек. Әрбір уайым қайғы ойлағыш кісі не дүние шаруасына, не ахирет шаруасына өзгеден жинағырақ болса керек. Әрбір жинақылықтың түбі кеніш болса керек. Енді олай болғанда, үнемі уайым қайғыменен жүре аламыз ба? Үнемі күлмей жүруге жан шыдай ма екен? Жоқ, мен үнемі уайым қайғыменен бол демеймін. Уайым қайғысыздығыңа, уайым қайғы қылдағы. Сол уайым қайғысыздықтан құтыларлық орынды харекет табу керек, қам қылу керек. Әрбір орынды харекет өзі де уайым қайғыны азайтады. Уайым қайғыны орынсыз күлкімен азайтпа, орынды харекетпен азайт. Шығар есігін таба алмай, уайым қайғының ішіне кіріп алып, қамалып қалмақ. Ол өзі де бір антұрғандық. Және бір жаман кісінің қылығына күлсең, оған рахаттанып күлме. Ыза болғаныңнан күл. Ызалы күлкі өзі де қайғы. Ондай күлкіге үнемі өзің де салынбассың. Әрбір жақсы адамның жақсылық тапқанына рахаттанып күлсең, оның жақсылықты жақсылығынан тапқандығын ғибрат көріп күл. Әрбір ғибрат алмақтың өзі де мастыққа жібермей, уақытымен тоқтатады. Көп күлкінің бәрінде мақтағаным жоқ, оның ішінде бір күлкі бар-ау. Құдай жаратқан орнымен іштен, көкіректен, жүректен келмейді. Қолдан жасап, сыртыменен бет-аузын түзеп, бай-бай күлкінің әнін сәндеп, әдемілік үшін күлетін бояма күлкі. Адам баласы жылап туады, кейіп өледі. Екі ортада бұл дүниенің рахатының қайда екенін білмей, бірін-бірі аңдып, біріне-бірі мақтанып, есіл өмірді ескерусіз босқа, жарамсыз қылықпен қор етіп өткізеді де, таусылған күнде бір күндік өмірді бар малына сатып алуға таба алмайды. Қолық саумақ, көз сүзіп тіленіп адам саумақ. Өнерсіз иттің ісі әуелі Құдайға сыйынып, екінші өз қайратыңа сүйеніп, еңбегіңді сау. Еңбек қылсаң қара жерде береке береді, құр тастамайды. Абай Құнанбаев. Слово 4. Люди внимательные давно заметили, глупый смех равносилен опьянению. Опьянение ведет к проступкам, разговор с хмельным причиняет головную боль. Предаваясь пустому смеху, человек теряет совесть, отстраняется от дел, совершает непростительные ошибки, за что ожидает его возмездие, если не на этом, так на том свете. Человек, склонный к размышлениям, всегда вдумчив, собран, будь то в делах мирских или перед судом смерти. В собранность в делах и мыслях – основа благополучия. Значит ли это, что мы должны постоянно предаваться унынию? Разве может душа лишь печалиться, не зная веселья и смеха? Нет, я вовсе не за то, чтобы мы только и знали, что горевать беспричинно, но стоит задуматься о своей беспечности, опечалиться этим и постараться избавиться от беспечности, заняв себя полезным делом. Не пустое веселье, а полезный и разумный труд исцелит душу. Только слабые духом могут затвориться в себе, предаваясь горьким раздумьям, не находя утешения. Если смеешься над глупостью человека дурного, смейся, не радуясь чужой глупости, а гневно. Такому смеху не будешь предаваться часто. Смех с досадой – горький смех. Смейся восторженно, искренне радуясь, когда видишь человека, обретшего благо.
свершившего дела добрые, достойные подражания. Хороший пример учит сдержанности, вовремя остановит, не допустит опьянения. Не всякий смех заслуживает одобрения. Существует же среди прочего смеха такой, что не идет из груди, Богом данного путем, а рядится да пустым звоном рассыпается, единственно ради того, чтобы прожурчать красиво. Человек рождается на свет с плачем и уходит скорбя. В промежутке между этими двумя событиями, так и не изведав истинного счастья, не распознав до конца ценности и неповторимости дарованной ему жизни, он бездумно прожигает ее в унизительных ссорах и недостойных спорах. Спохватывается, когда жизнь уже на исходе, и только тогда начинает понимать, что ни за какие сокровища мира невозможно продлить ее хотя бы на один день. Жить хитростью, обманом, попрошайничеством – удел бездарных проходимцев. Веруй в Бога, надейся на свое умение и силы. На честный и самоотверженный труд даже твердь земная ответит всходами.